Мен Сыздықов Балтабай Сәкенұлы Баянауыл ауданында сол көптеген ауыл шаруашылығы саласында, атқарушы саласында өкілетті органдарда жауапты қызметтер істеп, зейнеткерлікке шықтым. Қазіргі уақытта қарап отырғанша бір қажетке жарап отыр дегендей, облыс орталығында қоғамдық жұмыстармен айналысып, сол өзіміздің өмірлік бай тәжірибемізді көрген білгенімізді кейінгі жас ұрпаққа өнеге үлгі ету мақсатында жұмыстар атқарып жүрміз. Әрине биыл біздің елімізде үлкен бір тарихи оқиға болғалы тұр. Ол біздің Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алдымызда 6 шілдеде 80 жасқа толуы. Әрине бұл тарихи оқиға. Елбасы өзінің елдерге, шет мемлекеттерге, өңірлерге сапарларының бәрінде де көптеген жаңағы із қалдырды. Соның бірі Нұрсұлтан Әбішұлының Баянауылға тұңғыш рет келуі. Мен ол кезде Баянауыл аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқаратынмын. Сол 1994 жылы желтоқсан айында Нұрсұлтан Әбішұлы Баянауылға келеді деп бізге сондай арнайы хабарлама түсті. Соған аудан өңірінде сол қандай жұмыстар бар жөнінде, қандай шаралар жасайтындығы жөнінде аудан әкімдігінде үлкен бір мәжіліс өтті. Ол кезде аудан әкімі болып Қорабай Шақырұлы Баянауыл ауданының әкімі қызметін атқаратын. Әрбір бөлімге, әрбір бөлім басшыларына арнайы тапсырмалар берілді. Мұнан кейін желтоқсан айында бір себептермен осы келе алмадыдағы 1995 жыл қаңтар айында келетін болды. Қаңтар айының 5-ші жұлдызында Баянауылға сол алғаш келетін болып бізге хабарлама келді. Ол кезде облыс әкімі болып Ахметов Даниял Кенжетайұлы қызмет атқаратын. Ең бірінші біз сол біздің Баянауылдың бір бетке ұстайтын үлкен бір қара шаңырақ Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мұражайынан бастайық деп солай жоспар жасап, сол маған аудандық мәдениет бөлімінің басқарушы ретінде, мұнан кейін сол Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мемориалдық мұражайының директоры Мусин Серік Мазанұлына, сол тағы басқа басшы қызметкерлерге тапсырма берілді мұражайды дайындау туралы. Біз әрине мұражай ол кезде қазіргідей емес, сол Сәтбаевтың 90 жылдығының қарсаңында жөнделген қалпында болатын. Сол барынша мұражайды үшін дайындап, бұна әлгі экскурсия өткізгенде қандай мәселелерге баса көңіл аударамыз деген секілді дайындық жұмыстар жасадық. Сол күні ауа райы да бір құбылмалы болды, боран болып, ол кезде мынау ұялы байланыс жүйесінің жаңа келіп жатқан кез, дамымаған кезі, қай жерде, қандай кезеңде келе жатыр деген секілді көптеген мәселелерден біз білмейміз. Сол басшылардың тапсырмасын орындап, аудан жұртшылығы көп жиналды алаңға, бірақ тапсырма берілді. Мына арнайы ғана мынау бөлімдерден, сол арнайы үлкен ардагерлер ғана келсін, бүкіл аудан жұртшылығының келуінің жаңағы қажеттілігі жоқ. Өйткені ауа райы да осындай құбылмалы, күнде суық деген секілді. Сол ауданның ардагерлері, мекеме басшылары, зейнеткерлер, мемлекеттік қызметкерлер, мектеп оқушылары жоғары сыныптың жиналып, сол тосып тұрдық. Сол кешкі қарай келді, автокөліктердің сол легімен. Сол алғаш рет мұражайға тоқтады. Бізге сол тапсырма берілген, мұражайға кіре берсінде басқа адамдар болмасын, арнайы адамдарға болыңдар деп. Сол ең алғаш кірген бетте біздің қолымызды алып, осы сол Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мұражайына кіріп, мұражайда экскурсия өткізілді. Онан кейін сыртқа шығып, сол аудан жұртшылығымен амандасып, сұхбаттасты. Әрине, кейбір адамдар болды, өкпе наз,
жаңағы ол кезде алғашқы мынау жекешелендіру деген секілді нарықтық экономикаға көшіп жатқан мәселе, өзінің кейбір жаңағыда өкпе назын айтамын деген секілді олардың бәріне түсіндірме жасалынып, сол аудан атынан сол кезде ауданның соғыс және еңбек ардагерлер кеңесінің төрағасы Ізбасин Ырымтай Ізбасұлы деген ақсақал сол аудан атынан сөз сөйледі. Ол енді ауданның жалпы жағдайын, халықтың жаңағы бүгінгі таңдағы елбасының саясатына деген жаңа көзқарасын, мынау жекешелендіру саласындағы нарыққа байланысты атқарып жатқан жұмыстар төңірегінде өз ойын айтып, сол аудан жұртшылығының атынан Баянауылға келгендігі туралы зор алғысын білдірді. Бәріміз оның кейін басқа ешкім сөйлеген жоқ. Сол облыс басшылары мен ауданның басқа басшыларымен бірге ол кісі демалуға кетті. Мұнан кейін екінші рет 2005 жылы 5 тамызда келді Баянауыл ауданына. Әрине бұл үлкен бір мереке болды аудан жұртшылығы үшін. Тағы да сол мынау орталық алаңды дайындап, арнайы жаңағыда қажетті жабдықтардың барлығын жасап, орталық алаңда кездесу ұйымдастыратын болдық. Мұнда да Нұрсұлтан Әбішұлы алғаш рет сол Қаныш Сәтпаевтың мұражайынан бастады. Мұражайға келіп, бірінші келгенде ол кісі өзінің қолтаңбасын қалдырып кетті. Ол әр күнге шейін бір аудан өміріндегі бір тарихи құжаттардың бірі болып қалмақ бәрі түгел. Бұдан кейін сол орталық алаңда мен ол кезде аудандық мәслихатта аппарат басшысы болып қызмет атқаратынмын. Әрбір мекеме қызметкерлеріне сол тапсырмалар беріліп, жаңағы көлденең бос адамдардың жаңағы жүрмеуін, тәртіп болуын қатаң тапсырылды. Біз де өзімізге тиесілі сол жерде айтқан тапсырманы орындап тұрдық. Ол елбасы келді, ол кезде мынау Нұрпейісов облыс әкімі болатын. Сол арнайы ол кісіге жаңағы мінбер дайындалған болатын, кілем жайылып. Сол кеп аудан жұртшылығымен амандасып, барлығына өзінің тілегін айтып, жалпы елбасының елде атқарылып жатқан жұмыстар туралы, әлеуметтік даму мәселе туралы қысқа хабарлама жасап жатқан кезде бір тосын жағдай болды. Сол топтың ішінен бір 5-ші сынып оқитын бала, мынау Баянауыл нөмір 2-ші орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы Абылайхан Бауыржанұлы деген бала жүгіріп шығып топтан елбасының алдына барып қолын алды. Жұрттың барлығы, сол жерде тұрған ішкі істер қызметкерлері де, тиісті жаңағы әлгі мемлекеттік қауіпсіздік органының қызметкерлері де аң-таң болып қалды, бүкіл жұрт аң-таң болып қалды, опырмай не болар екен деп. Содан баламен сәлемдесіп, аты-жөнін айтқаннан кейін Нұрсұлтан Әбішұлы аға, мен Абылайхан Бауыржанұлы деген Баянауыл нөмір 2-ші санды мектебінің 5-ші сынып оқушысы боламын. Астанадағы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы жас ұландар мектебіне түсіп оқығым келеді деп жаңағы өзінің ұсынысын айтты. Содан елбасы жаңағыда қарсап баланың қолын алып, жақсы орындалады деп бағанағы өзінің арнайы жаңағы жандағы қызметкерлерге жаңағы тапсырма бергендей болды. Содан кездесу болды. Сол Баянауыл өңірінің үлкен ақсақалы Абыз, бүгінде 90 жасқа тараған, ұлағатты ұстаз, КСТРО оқушысының үздігі, Қазақстан Республикасы оқушысының үздігі, Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, Қазақстан Республикасы жазушылар одағының мүшесі, бүгінде бірнеше кітаптардың мәшһүр Жүсіп ғұлама деген секілді бірнеше кітаптардың авторы Зекебай Солтанбаев деген ақсақалымыз елбасына бата берді. Сол елбасы үлкен бір сүйіспеншілікпен ақсақалдың батасын алып рахметін айтты. Енді оның кейін шаралар әрине әрі қарай біз оған қатынасқанымыз жоқ, осындай бір кездесу болды. Онан үшінші рет елбасы Баянауылға арнайы сапармен енді облысқа келген. Облысқа келгеннен кейін келгендердің бәрі Баянауылға соқпай кетпейді. Мына Испанияның мемлекетінің королі Хуан Карлос сонымен бірге келді. Онда келгенде мына Баянауылдың ұлттық парктың аумағына жататын Жүсіпбек Аймауытов атындағы шаруашылықтың Сәрсенбай бұлағы деген бір көрікті бір жер болатын. Соған мынау Ақсу ферросплав зауытынан кеп арнайы жаңағы киіз үйлер тігіп, жаңағы жерде қарсы алды. Сол әрине біз онда алыста тұрдық.
Сосын олар біраздан кейін елбасы сыртқа шықты. Сол Баянауыл өңірінің Тасыбаев деген қыран бүркіт алып барған, сол Хуан Карлосқа қыран бүркітін сыйлады. Ол кісі сол бүркітті бұрын көрсе де, көрмесе де үлкен ризашылығын білдіріп, сонан біз алыста тұрған боламыз. Бір кезде елбасы белгі берді. Бізге айтқан, алыста тұрыңдар, жақындамаңдар деп, біздер келсін деп бәрін. Содан енді бәріміз емес, сол ауданның басшы қызметтік азаматтары, оның ішінде мен де бармын, жанына келіп қолынап бәрімізге. Содан әскери вертолетпен келген екен, бұдан кейін қайтып кетті елбасы. Міне осындай бір тарихи кезеңдердің куәгері болдым. Әрине биылғы бұл шараны бүкіл әлем жұртшылығы қолдауда. Өйткені ол кісі тек қана бір мемлекеттің ғана басшысы емес, үлкен саясаткер. Біздің республикамыздың осындай қалыптасуына, бүгінде осындай бір сәулетті өмірге жетіп, Қазақстан Республикасы әлемдегі өркениетті мемлекеттердің қатарына қосылу барысында іс атқарып жатқан мемлекет ретінде осындай деңгейге жеткізген, әлемде теңдесі жоқ сұлу қала, тарихи Астана сығылды қала салдыруға басшылығымен жасалған үлкен саясаткер азамат ретінде биыл тойлап өтпекші. Бұған біз бәріміз де қуаныштымыз. Тілегіміз сол елбасының бастаған жолын әрі қарай жалғасып, еліміз өркениетті, мәдениетті елдердің қатары болып, 30 елдің бірінің қатарына қосып, Қазақстан мемлекеті тек қана Орта Азияда емес, бүкіл әлемдегі дамыған, өркениетті, мәдениетті, экономикасы дамыған бай мемлекеттердің қатарына қосылсын деген тілектеміз. Елбасына бақытты, қызықты, ұзақ ғұмыр тілейміз. Алдымыздағы мереке құтты болсын дейміз. Бәріміз